қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмаға сұрақтарға жауап. Жүзімнің 100 граммында 60 калория бар. Жүзім шырыны денеге және ми жасушаларына өте пайдалы. Адамның иммунитетін күшейтіп, жүйкені тыныштандырып, теріні жақсарта түседі. 1 килограмм жүзім 1150 грамм сүтке, 390 грамм етке, 300 грамм нан мен 1200 грамм картопқа тең. Алманың құрамында темір, бананның құрамында калий бар. Ол адам денсаулығына пайдалы. Екінші тапсырмада. Жүзімде көп түрлі дәрумендер бар. Олардың негізгісі В дәрумендері. Энергияны қалыптастыруға, жүйке жүйесін тұрақтандыруға көмектеседі. С дәрумені иммунитетті көтеріп, тері мен қан тамырларының саулығын қамтамасыз етеді. К дәрумені қанның ұюына және сүйек саулығына пайдалы. А дәрумені көруді жақсартады, тері мен шырышты қабаттардан қорғайды. Үшінші тапсырмада құрманың пайдасы. Құрмада В, К дәрумендері, темір, калий бар. Жүйке жүйесін нығайтады, энергия береді. Қан құрамын жақсартады, жүрекке пайдалы. Ас қорытуды жақсартады, іш қатудан сақтайды. Иммунитетті күшейтеді, тері мен шашқа пайдалы. Төртінші тапсырмада жеміс ағашын отырғызу үлкен сауап іс. Ағаштан дәм татқан адам немесе көлеңкесінде демалған адам үшін бұл жақсылық ұзақ сақталады. Сол себепті әр ағашты отырғызу табиғатқа да, адамдарға да пайда келеді. Менің ойымша ағаш отырғызу жақсы дәстүр деп төртінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Бесінші тапсырмада берілген сөздердің омонимдері мен синонимдері сіздерге видеосабақта көрсетілген. Келесі алтыншы тапсырмада терең көл, терең ой, қиын есеп, қиын жағдай, ашық терезе, ашық пікір, қалың шаш, қалың орман, ақ көйлек, ақ көңіл, қара шалбар, қара ой, тәтті алма, тәтті сәт, өткір пышақ, өткір ой, жұмсақ жастық, жұмсақ жүрек деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Жетінші тапсырмада менің ойымша табиғатты қорғау әр адамның парызы. Мен оны былай түсінемін. Өзіміздің әрекетіміз арқылы қоршаған ортаны таза ұстап, болашақ ұрпаққа өмір сыйлай аламыз. Оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Мысалы, ағаш отырғызу ауаны тазартады, қоқысты дұрыс жинау суды таза сақтайды, ал энергияны үнемдеу табиғат ресурстарын сақтауға көмектеседі. Осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім. Табиғатты қорғау тек жақсы іс қана емес, әрқайсымыздың міндетіміз, және әрбір адам өз үлесін қосуы керек деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтардың тезірек шығуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар.